Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін термомикспен өте жұмсақ, дәмді әрі пайдалы домашний сыр дайындаймыз. Мен видеода жарты порция сыр жасадым, бірақ описанияға толық рецептін қалдырамын. Шашаға сүтті құйып 8 минут қайнатамыз. Кейін сүзбені салып 6 минут 100 градус 240-қа қоямыз. Чашадағы массамызды сұйытудан өткізіп сүзбені сүземіз. 8 минуттай сұйықтығы толықтай ағып біткенше тұрады. Ол уақытта термомикс чашасын жуып аламыз. Таза чашаға 100 грамм сары майды салып, майды ерітеміз. Үстіне сүзілген сүзбені салып 5 минут 90 градус 340-қа қоямыз. Осы уақытта крышкасын алып, үстіне тұз, сода, жұмыртқаны салып, крышканы қайта жабамыз. Кейін тағы да 3 минут 90 градус 540-қа қоямыз. Осындай сырная масса болады. Енді массамызды ыдысқа салып, бөлме температурасында толықтай суытып, кейін тоңазытқышқа саламыз. Сыр жұмсақ әрі дәмді болып шығады және дайындалуы да тез әрі оңай. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.